Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін дерево ин белгісіндегі адамдарға арналған прогнозымды ары қарай айтатын боламын. Жалпы бұлайда вода инна кроликке келгендіктен адамдарда вода деген сөз ол қорқынышқа толы болады адамдарға. Жалпы ішіңізде ішкі мазасыздық өте көп болады. Дерево ин сіздерге білім алатын ай. Соған қарамастан жалпы жалғыз болғыңыз келеді, ресурс келіп тұр. Өзіңізді бір жағдайларға байланысты ыңғайсыз сезінесіз. Көп адамдармен араласу болады. Егер жаман жаңалық естіп, соған бір көңіл күйіңіз түсетін болады. Жалпы ресурс келгендіктен сіздерге үй алуға, жер алуға, үйлеріңізді сатуға өте қолайлы. Сонымен қатар денсаулықтарыңызға да мән беріңіздер. Жалпы дүрбелеңге бой алдырмаңыздар. Жалпы егер көптен курс өткізгіңіз келсе, курсты дайындап бастасаңыз өте керемет. Ақша келеді, бірақ ақшаны да көп жарататын боласыз. Ипотека рәсімдеуге немесе кредит алуға өте қолайлы. Жалпы жұмыстарыңыз өте көп болады. Жалпы жұмыстарыңызға басқаша көзқараспен қарайтын боласыздар. Үйге ремонт жасатасыздар. Жалпы өзіңізді эксперт ретінде көрсетесіз. Жұмысыңызға байланысты жалпы өзгерістер өте көп болады. Бұл жаңалықтар сіздің өміріңізді өзгертеді. Бұл дерево ин белгісіндегі адамдарда сот ісі басталуы мүмкін. Сот ісінен бөлек сіздерде бір адамдар тойға, үйлену тойына шақырту аласыз. Егер некеде болмасаңыздар, екінші жартыңызды табасыздар. Екі жұмысты қатар алып жүруге өте қолайлы. Бір емес, екі жұмысты жасайтын боласыздар. Қосымша жұмыс пайда болады. Таңдаудың алдында боласыздар. Одан кейін ешқандай спорға бармаңыздар. Себебі спорларыңыз энергияларыңызды алып қояды. Ауырып қалу ықтимал. Одан кейін қосымша жұмыстан бас тартқыңыз келеді. Себебі энергияңыз жетпейді. Сосын сіздерге жолдасыңызбен ренжісіп қалмаңыз. Жалпы қандай жағдай болмасын, кез келген дүниенің жақсы жақтарын көре білгеніңіз абзал. Сосын интуицияны тыңдағандарыңыз өте жақсы. Жалпы жаман жаңалыққа байланысты жаңалық дегенім, мүмкін бүкіл әлемде болып жатқан оқиғаларға сіздің көңіл күйіңіз түсуіңіз мүмкін. Сосын айтарым, ешкіммен ұрыспаңыздар. Жалпы барлығы жақсы болады. Тыңдағандарыңызға өте көп рахмет. Маған жазылып қойсаңыздар жақсы болар еді.